Жұмыссыз мәртебесін алу үшін жұмыс іздеуші ретінде тіркелу қажет. Тіркеуді 3 жолмен жүзеге асыруға болады. Тұрғылықты жері бойынша мансап орталығына бару, электрондық үкімет веб-порталы арқылы, электрондық еңбек биржасы арқылы. Тіркелу үшін тек жеке куәлік болса жеткілікті. Қызмет бір жұмыс күні ішінде көрсетіледі. Осыдан кейін сізге 2 жұмыс күні ішінде жұмыссыз мәртебесі беріледі. Бұл қызмет проактивті түрде, яғни ешқандай өтінішсіз көрсетіледі. Жұмыссыз мәртебесі жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларын алуға құқық береді. Оларға кәсіптік оқыту, субсидияланатын жұмыс орындарына жіберу, бос жұмыс орындарына жұмысқа орналасу, кәсіпкерлік бастамаға жәрдемдесу, оңтүстіктен солтүстікке өз еркімен қоныс аударуға жәрдемдесу жатады. Сондай-ақ жұмыссыз мәртебесі жұмысынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлем алуға үміткер болуға мүмкіндік береді. Осы қызметтердің барлығын электрондық еңбек биржасы арқылы алуға болады.